Барлықтарыңа сәлем. Сендермен мен Ақнұр 2021 түлегімін. Бүгінгі видеода мен сендерге дәл қазір қатысып жатқан марафон туралы айтқым келеді. Менің осыған дейінгі дайындығымды білесіңдер, оқулықтармен, кітаптармен және де тегін видео сабақтарды қарадым. Және де бірнеше курсқа қатысқан болатын. Тағы да бір марафонды байқап көргім келді. Бұл жолы жоғары оқу орны KZ-тің марафоны. Мен алдында сендерге жоғары оқу орны KZ-тің қосымшасы туралы айтқан болатынмын. Енді сол жақтағы дайындық деген бөлімде мүмкін сендерде курс ашылмаған шығар. Ал егер сендер курсқа немесе марафонға жазылсаңдар, дәл осылай дайындық деп шығып тұрады. Мен бұл марафонға қатысып жатқаныма 1,5 апта өтті. Енді өзімнің пікірімді айта аламын. Бұл марафон 1 айға созылады. Ең маңыздысы, бұл марафон сенің деңгейіңе қарай бағытталады. Марафонның ең алғашқы күнінде тест алынады. Ол тестте барлық тақырыптар қамтылады. Сен қай тақырыптағы сұрақтарға жауап бере алмағаныңа байланысты сенің дайындық жоспарыңды жасайды. Бұл өте аз уақыт ішінде, яғни 1 айда сенің осал тұстарыңмен жұмыс жасауға өте тиімді. Мен тарихтан Ақ-Ордадан бастадым және қазақ хандығын қалдырып кетіп, әрі қарай жоңғар шапқыншылығына кеттім. Себебі мен қазақ хандығын жақсы білемін, ол сұрақтарға жауап бере аламын. Сондықтан да әрі қарай жылжыдым. Енді қазір 1920 жылдардағы азамат соғыстарын оқып жатырмын. 1,5 апта ішінде азамат соғыстары, яғни 9 сынып тақырыптарын оқып жатырмын. Бұл жерде барлығы видео сабақтар, жазылып қойған видеоларды қарап отырып, кейін тапсырмаларды орындайсың. Ең жақсы жері бұл жерде бір тапсырманы қайта береді және де сен осыларға жауап беру арқылы жаттығасың. Және бұрын өткен тақырыптарың бойынша саған күнделікті қайталау сұрақтарын беріп отырады. Тарихтан өте көп қайталау сұрақтарын береді. Кейде 100 сұрақ береді, кейде 70 сұрақ береді. Сол сұрақтарға жауап беріп, сен қайталайсың. Және де бір кемшілігін айтып өтейін, бұл жерде түсіндіру аз секілді. Математика, физикадан өте жақсы түсіндіреді, есеп шығарударымен барлығын түсіндіреді. Ал тарихқа келген кезде өте аз болатын секілді. Одан кейін саған тест берген кезде видео сабақта жоқ сұрақтар беріледі. Сол кезде мен мұны білмеймін ғой деп қаласың. Бірақтан сол қайталау арқылы сен оны жаттап аласың. Мен осыдан 1 апта бұрын оқыған тақырыбымды мен әлі де қайталап жатырмын. Күнде сол тақырып бойынша тест жұмыстарын тапсырамын. Және әрбір күнге сабақтар қойылған. Егер кешегі сабақ тапсырмаларын орындамаған болсаң, сен бүгінгі сабақты көре алмайсың. Және де бұл курстың тиімді жағы сенің деңгейіңе қаратта жасалынады. Яғни сен өзің білетін тақырыптарға бос уақытыңды құртпайсың. Бұл тақырыпты білесің, дәл сондай сұрақ келсе, сен жауап бере алатының белгілі. Дайындығымда оқу сауаттылығы мен математикалық сауаттылықта тек қана 1 сабақ қойылған. Және де курс марафон таңдаған кезде өте мұқият болыңдар, тегін сабақтарын қараңдар. Бұл жоғары оқу орны KZ-тің инстаграмында сабақтарының үзінді көрсетілген. Әр курстың тегін сабақтары болу керек. Сол сабақтарды қарап алыңдар. Отзывтарға қарағанда сен сол сабақты өзің қарасаң, қалай жүргізілетін білсең, сол кезде оған сенімді түрде қатысуыңа болады. Дайындықты жалғастыра беріңдер. Барлықтарыңа сәттілік. Келесі кездескенше.